қырға түсіп келе жатырмын. Қазір таудан түсіп келе жатырмын. Таудан. Так, мына жақтағы адамдар мысалға былай бизнесмен алсақ, қарапайым адамдар, өздерінше өмір сүріп жатқан адамдар, күнделікті күнделікті бір күн, күнделікті сол күні өтіп жатқан күн мысалға ше, айналып келіп сол күні өтіп жатыр, айналып келіп сол күні өтіп жатыр. Жаңағы қайталанып келе беретін күн. Ал егер де бір бизнеске ұмтылыс болған адам, мысалы осы таудан шығады да, осы таудан шығып күнде бір әрекет жасайды. Әрекет жасала береді, алдыға бір адым шаг жасала береді. Бір адым шаг жасалған сайын мына таудың басына шыға береді, кете береді. Ал күнде бір өзгеріс. Сол бизнестің артынан мына таудың басынан тұрып қараған кезде уже мына жақтағы адамдар кішірейе бастайды. Уже ол адамдар не істейді? Алыстай бастайды өзіңнен. Жақындарың, тумаларың болсын, достарың болсын, ешқандай құлшыныс жоқ адамдар осылай алыстай береді. Өзіңнің алға жасап жатқан шаг, ол қай уақытта да ұмтылыс болған сайын биікке шыға бересің. Ол биікке шыққан сайын өте қиын болады. Бірақ қиын болғанмен оның рахатын көресіз да күндердің. Өмірдің өзі сынақ, өмірдің өзі батылдық, өмірдің өзі қиыншылықтан келеді. Сол қиыншылыққа төтеп берсеңіз, қай уақытта да өсесіз, өнесіз, бай боласыз. Ал ана адамдар сияқты егер де күнделікті күн тіршілік болса, ешқашан осы дүниемен осылай өтеді. Көрдіңіздер ме? Сол себептен айтатым, қай уақытта да бизнесте алға қадам баса беріңіз, таудан тауға өсе беріңіз. Кішкене қадам болса да, алдыға қиын қадам болса да, тауға қарай қадамың қиын болған сайын, зато оның артында жеңілдік бар, жеңістік бар. Ұтасыз. Ал өзіміздің жиналып отқан қарапайым халық, бажаларым бар, балдыздарым бар, қонаққа келген, соларға келіп оралайық.